Міне тағы бір оқу жылы аяқталды. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі білім ошақтарында соңғы қоңырау соғылды. Алматы облысы Қарасай ауданы Шалқар орта мектебінің 11 А және Ә сынып түлектері Алтын ұя мектебімен қоштасып, үлкен өмірге қадам басты. Түлектерге Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы онлайн түрде құттықтауын жолдады. Қымбатты жас түлектер, сіздер Қазақстанның тарихында ғана емес, әлем тарихындағы ерекше түлексіздер. Сіздер жақсы тәжірибе жинақтап, ой түйіп, әлемді жақсартуға үлес қосасыздар деп сенемін. Елге пайдасы тиетін, жаңалық ашып, толағай табысқа жетесіздер деп үміттенемін. Сіздер тамаша кезеңде өмір сүріп жатсыздар. Қазіргі кезең армандайтын, батыл шешімдер қабылдайтын уақыт. Белгісіздік пен өзгерістердің уақытында сіздердің басты құндылықтарыңыз адалдық, әділдік, махаббат, қарапайымдылық пен батылдық болу керек. Сәттілік серік болсын, армандарыңызға қол жеткізіп, өмір құндылықтарын естен шығармаңыздар. Мереке құтты болсын. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Армандарыңыз орындала берсін. Қадірлі аға, әпкелер, сіздер жүріп өткен жолдан біз де ақырындап жүріп келеміз. Сіздер білім ордамыз ыстық ұядан ұшсаңыздар, аяулы мектебіміздің атына кір келтірмеуге, дақ түсірмеуге, әр кезде де жақсы жетістіктерімізбен, ұстаздарымызбен, ата-аналарымызды қуантуға дайынбыз. Сіздердің бүгінгі өмір айдынына аттанғалы тұрған мерекелі күндеріңіз құтты болсын. Сіздерге тек қана мықты денсаулық, сәтті сапар, мерейлі мақсат тілейміз. Аспандарыңыз ашық болсын. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздерді соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерді алда үлкен сын күтіп тұр. Барлықтарыңызға ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, Қазақстанымыздың білікті маманы ата-аналарыңызға тілектеспін. Өмірлеріңізде ешқандай қиындық болмасын, жолдарыңыз болсын.